Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, оқушылар. Бүгін біз 4 сыныптың қазақ тілі пәнінен 117-ші сабақты өтетін боламыз. Берілген бірінші тапсырма мынадай. Мәтінді тыңда, Асқардың жауабымен келісесің бе, өз пікіріңді айт дейді. Және мәтін соңында ең соңғы бөлімінде бірінші сөйлем мен ең соңғы сөйлемді көшіріп жазып, оның етістіктерінің қай жақта тұрғанын ажырату керек. Және мәтінде берілген сан есімдерді тауып, дара не күрделі екенін табу қажет. Ең алдымен мәтінді оқып шығамыз. Арайдың сұрағы таусылмайды, ал Асқар жауап беруден шаршамайды. Бірден кейін неге екі келеді? Олай болмаса шатасып кетеміз ғой. Асқар, ана бұлттарды қарашы. Бір жағы әппақ, бір жағы онша ақ емес екен. Кір, аспандағы топыраққа тиіп кеткен бе? Асқар езу тартты. Аспанда топырақ болса, басымызға төгіліп кетпей ме? Топырақ жерде ғана болады. Әне қарамайсың ба? Бұлттардың еш жағында жер жоқ. Оны көру үшін ұшақпен ұшып бару керек. Ал енді осы мәтіннің соңғы абзасынан етістіктерді табамыз. Төгіліп кетпей ме? Бұл келер жақта тұр. Бару керек. Бұл да келер жақ. Ал енді мәтіндегі сан есімдер 1 және 2 саны берілген. Бұлар бір ғана саннан тұрғандықтан, бұлар дара сан есімдер болып саналады. Келесі тапсырма берілген сөздерді қарсы мәнді сын есімдермен толықтыр. Кір, таза, әппақ, қап-қара, көңілді, мұңды. Келесі тапсырмада мәтінді жақсылап оқып, жоспарын құру қажет. Мәтінді түсініп оқыңдар және жоспарын құрайық. Бірінші, ауылға құмның әкелінуі. Екінші, Нұрталаптың сыннан өтуі. Үшінші, Нұрталаптың қуануы. Осы жерде балалар қарап тұрсаңдар, ауылға құмның әкелінді емес, ауылға құмның әкелінуі, Нұрталаптың қуануы болады. Қатесіз жазыңдар. Балалар күнделікті тапсырмаларды көріп отыру үшін таблоға жазыламыз.